Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Мен тұмса табиғаттың тамашалығына саяхаттамай өмір сүре алам ба деп қанша ойлансам да, көзге елестету мүмкін емес екендігін сезінем. Өйткені өзінің әсемдігімен көз тартар аяқ баспаған аймақтар мені өзіне магнитше тартады. Аңшылық пен балық ауламай өмірде сүре алмаймын. Бұл әуестік ауру секілді. Аңшылық маусымы аяқталғанда қанша жанды депрессияға шалдықтыратын. Сол себепті мен аурудың емдеу жолын табуға ұмтыламын. Жануарлардың жүріс-тұрысын тамашалаймын. Әрі өзіммен бейнекамера фотоаппаратымды ала шығып, фото-тұзақ орналастырамын. Аңшылықпен айналысамын. Әрине, суық қарумен емес, бейнекамерамен. Демалыс күннің бірінде біздер шағын тобымызбен Алматы қаласынан 15 шақырымға жырақтап, саяхаттап қайтуды жөн деп шештік. Тамаша табиғатты қаладан 100 шақырымға алыстамай-ақ табуға болатынын біз жақсы білетінбіз. Сол себепті саяхат орны алдын ала жоспарланып бекітілді. Қаскелең аңғарына таң азанмен жолға шықтық. Жолға ұзақ уақыт кетпеді. Жарты сағат ішінде діттеген межеге жеттік. Аңғарға кіре беріс тұста еліміздің оңтүстік астанасының даласынан көп кездестіре бермейтін жабайы жануар жолықты. Яғни өркешті түйелер. Жол бойындағы үш түйеге сүйсіне қарап, ары қарай жолға шықтық. Бірнеше шақырымды артқа тастасымен көліктерімізді жергілікті қорықшы үйінің ауласына тоқтаттық. Қонақжай қорықшы құшағын жая қарсы алды. Өзімізбен бірге жүк салғышқа бірнеше қап жүгері мен тұз ала шыққанбыз. Жабайы қабандар мен еліктерді, маралдарды қоректендірмекке. Әрине, аңшылық маусымның тоқтатылған тұсында мұндай қолдан қоректендіруге жабайы құстарда бой үйретіп алған. Саяхатшы топ өз уақыттарымызды текке кетірмейік деген жоспармен екі топқа бөлініп тауға шығуға дайындала бастадық. Бірінші топ өзімізбен алып шыққан қорек қапталған мүшектерді баса қар кешкішпен шықты. Ал біз болсақ, бұдан бұрын орналастырып кеткен фототұзақтарымыздың жинаған материалын алмаққа атқа мініп шықты. Ат үстінде межелі орынға жету үшін бізге 10 шақырымдай жерді басып өту керек еді. Әрине, жол қысқа болса да тауға атпен шығу қиын-ақ. Көктемгі жайма шуақ жылы күн десек те, тау теріскейінде жатқан қардың тереңдігі жарты метрдей. Бірінші топтың мұндай қиындыққа ұшырамайтыны белгілі, өйткені олар қар кешкішпен шыққан. Ал біздерге өте қиын болды. Аттар салмағы, оның үстінде отырған біздің салмағымызды қар көтер алмады. Ат тұяғы қарға бата, жүрісіміз өте баяу, сүреңсіз болды. Сол себепті аттарды аяй, ары қарай жаяу жүрмекке бел будық. Еңістен жоғары әзер көтерілген біздердің жотаға шығысымен жүрісіміз жеңілдеп қалды. Қалың қар күн көзінен ергендіктен қара жер көрініп жатты. Көз ұшында созылып жатқан қайыңды орман ішінен еліктің дауысы естілді. Мүмкін біздің саяхатымыз жақпаған болар жабайы жануарға. Қалың қайың арасынан көргіміз ақ келген еді. Бірақ ара қашықтық алыс байқай алмады. Мазасын алғанымызға кешірім сұрап, шағын қорек тастай алға жылжыдық.
Жүздеген метр жүрісімен алдымыздан аймақ қорықшысы жолықты. Қолында әлгі біз орналастырған таспалар бар. Сөйтсек ол өз қар кешкішімен бізден бұрын түсірілген материалдарды алып келуге шыққан екен. Біз қуанып қалдық. Біздің орналастырған фототұзақтарымыз осы тау бауырында айдан аса тұрды. Әрине мен үшін әлгі түсірілген таспаларды көру өте қызық болды. Өйткені бұл тау баурайында қаншама жабайы аң құс бар. Айдан аса түсірілген бейнематериалдан көптеген қызықты көруге үміттендік. Бастапқы кадрлер бізді аса таңғалдыра қойған жоқ. Сауысқандар мен қарғалар камера алдында арлы-берлі ұшып өткен. Фототұзақ алдына себілген қоректі шоқып. Бірақ түн ауа жабайы қабан жақындапты. Өзін жасырын бейнекамераның түсіріп тұрғандығын қайдан білсін, беймарал себілген тамаққа ауыз салған. Жалпы жабайы қабан аса қатты ірі аң түріне жатпайды, әрі көзіне көрінгенді аузына тыға береді. Үй шошқаларынан айырмашылығы дене бітімінде. Шағын әрі тығыршықтай, басы жіңішкелеу, ұзын, құлақтары ұзын. Сондай-ақ жоғары қарап қалған өткір азуы бар. Еркегінің азуы ұрғашысына қарағанда тіпті қауіпті. Денесінің ұзындығы 175 сантиметрді құраса, үлкен қабан салмағы 200 келіге жуық. Мощные груди такие. Докуда достает, знаешь? Азу түсі өте қайратты. Жақсы қабан өте әрі болады. Өз өмірімде 10 шақтысын көрдім. Ең әрі дегеннен. Салмағы 300 келіге жуық. Ал келесі бейнекадрлерден қызыл кітапқа енгізіліп, қатаң қорғауға алынған өте қызықты аңды тамашаладық. Тас сусара фототұзақ алдында бірнеше мәрте кес-кестеп жүгіріп өткен. Тіпті тұра қап, камераға қарап сәлемдемеде жолдағандай. Сусар артынан қорек төгілген маңға тау маралдары жақындапты. Бұрындары бұл өңірлерді марал мекендемейтін. Талғар қаласының жоғарғы бөлігіндегі тау шыңдарынан көретінбіз. Марал еліміздегі бұғылар түріне жатады. Өйткені бұғылардың түрлері бір-бірлеріне ұқсас болып келгенімен айырмашылықтары көп, бірнеше түрі бар. Айтайық, үлкендігі салмағы, түрі түстермен, басқа да белгілер арқылы. Кавказда европалық бұғылары, маралы, бұқар бұғылары, өзбара, барлығы да бір текті жабайы жануарлар түріне жатады. Бекзат бұғылар мүйізі өте ірі болып келеді. Мүйіздеріне қарап олардың жасы мен түрін аңғаруға мүмкіндік көп. Жалпы дүниежүзі бойынша бұғылардың 15 түрі тіркелген. Ал біздің бейнематериалдағы бұғылар әлі жастау екен. Келесі бір бейнематериал кадрлеріндегі бейнелер тіпті таңғалдырды бізді. Қыстың қақаған аязында мына аюдың ұйқысы келмеген сыңайлы. Түсірілген бейнематериалды толықтай көріп бітісімен қорықшы енді бізге аумақтағы жабайы аң мен құсты таныстырмаққа бел буды. Тәжірибенің аты тәжірибе ғой. Қорықшы қолына дүрбісін ала, жота үстінен келесі бір қырқаның жиегін қарай бастады. Білгенінде ақ бар екені, көзге көрінбегенімен сол қырқа жиегінде бірнеше еліктің жайылып жүргендігін аңғардық. Араларындағы жасы ең үлкеннің мүйізі өте керемет өскен. Біздің камерамыздың түсіру ұзақтығы нашарлау болғандықтан анықтап алуға мүмкіндік болмады. Қашықтық өлшеуіш бір елікті 255 метр жақындықтан алса, енді бірі 800 метр қашықтықта тұрғандығын көрсетті. Дүрбі сапасының құлағын бұрай, жырақтағы жабайы жануарларды бірдеңе ғып түсіруге тырыстық. Барыс 2 жасар баласымен жүгеріні қабандарға тастадық. Сосын әлгі жыртқыштың ізін байқап, сонымен қуалай жүріп ем, ойламаған жерден тура жанынан шықтым. 30 метр ара қашықтықта. Сергей осылайша өз қызықтарын айта бастады. Оның бұл табиғи аймақта қызмет етіп жатқанына 30 жылдан асқан. Судан болар мұндағы аң құстың барлығын біледі.
Мұндағы жабайы аңның көптігі белгіленген аумақта аңшылыққа тосқауыл қойылған бірнеше жылдың ішінде өскен. Сергей сондай-ақ мұндағы аңдардың санына да өте қатты мән береді. Өйткені сеніп тапсырылған қорық. Қорықшының қасқыр аулаушылар арасында да беделі жоғары. Осы уақытқа дейін 300-ден аса ит құс аулапты. Непонятный взрослый волк, не щенок, это где-то 2,5 года. 2,5 жасар үлкен қасқыр мұна бір жерден шыға келді. Жыртқыш шабуылдамады маған. Артымнан жүрді, ізіме түсе. Менде қару жоқтығын сезгендей, 40 метрге дейін жақындайды, одан артық жақындамады. Мен атыма дейін жетіп үстіне отырғанша маған тиіспеді, тек артымнан жүріп отырды. Мен орман ішіне кірдім, өйткені онда ағаш басына шығып, аман қалуға болады ғой. Сергейдің бұл қорықтағы тағы бір жетістігі өзеннен форель балығының пайда болуы. Бұрындары балық атаулы жоқ еді. Көлсай көліндегі балық аулау сәтінде ұстаған балықтарын Қаскелең аңғарындағы қолдан жасалынған көлшікке жіберіп өсірген. Кто понимает, кто форель ловил, это заразно. Форель балығын аулаған жандар ғана оның ләззатын түсінеді. Судан болар, балық аулауға деген тынысың ашылып, ауыра бастайсың. Ол жаққа бару үшін 400 шақырым жол жүру керек. Сол себепті мен жол жүріп жүйке шаршатқанша, өзім отырған маңнан неге өсірмеске деп ойладым. Қыста аулап, осындағы көлшікке жібердім. 4 жылда 4 келіге дейін өсті. Сосын біреулер фотоға түсіріп ғаламторға салып жіберіпті. Артынша мұнда балық аулауға елдер ағыла бастады. Мен қармақтарын тартып алып, біраз шу болған. Қар кешкішке отыра жоғары көтерілдік. Тіпті мұннан айналаң өте тамаша көрінеді. Бізге қарама-қарсы жотадан тау ешкілер табынын көрдік. Енді өскен тау ешкі еркектері өзара күш салыстырып, ұрғашыларының көзіне түсуге асықты. Әрине, бір күннің ішінде Қазақстанның бір ғана аумағын аралап, мұншама қызықты да керемет материал жинаймыз деп кім ойлаған? Бүгіндері Сергей өзі тұрғызған қорыққа тамсана қарайды. Тіпті қаладан ұзаққа шықпай-ақ, осы бір тұмса табиғаттың тамашалығына саяхаттап келушілер де керемет әсер алып қайтады ұлттық саябақтан. Түс ауа кері қайттық. Ашық табиғат аясында өткізген бірнеше сағаттық саяхатымыз денсаулығымызды сергітіп, рухани тыныштандырып, керемет әсер сыйлады. Әрине, демалысымыздың осылайша тамаша өткендігіне разы болдық. Таза ауа, тұмса табиғат. Жақын күндері тағы да бірнеше қап қорегімізбен қайта келуді жоспарлап, қимастықпен үйге қайттық.